Үлкендер көбіне өзінен кішкентай жанды көрген кезде, ой, біз сен кезіңде бүйтетін едік, сендей кезімізде сөйтетін едік деп жатады. Бүгін жай ғана сөз емес, дәлел уақыты. Бүгінгі қонағымыз 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі балалармен сайысқа түсіп, жастық шағын еске алатын болады. Бұл 45 минут жобасы. Мен Бақытжан Қахар, біз бастаймыз. Қысқасы ойын ережесі мынадай. Жүргізуші Бақытжан Қахар жұлдызды қонақ пен қарапайым оқушыға мектеп бағдарламасынан алынған 11 сұрақ қояды. 1-ші сынып деңгейіндегі сұраққа 1-ші сынып оқушысы шығып, дәл солай сұрақтар әр сыныпқа ауысқан сайын оқушылар жасы да ұлғая береді. Ойын соңында қонақтың білім деңгейіне байланысты марапат беріледі. Бүгінгі біздің қонағымыздың беташардағы бағасы қымбат екенін білеміз, бірақ оның мектеп кезіндегі бағасы қандай болғанын бірге анықтайтын боламыз. Мектепте сыныптастары қыздардың шашын тартып ойнайтын болса, кейде бұл кісінің де шашын тартып жүрген болуы мүмкін. Орысша білмесе де, көп орысша білетін жандар бара алмай жүрген Привет Андрей сияқты жобаларға барып келген жайдарманшы ағамыз Қабдол Тілеков. Қош келдіңіз. Рахмет көптеп. Көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма? Өте керемет, күшті. Бүгін біз енді мектеп кезіне бір сапар шегетін боламыз, оралатын боламыз. Мектептегі Қабдол қандай бала еді? Мектепте сабақ жақсы оққанмын негізі. 9-ші классқа дейін. Мен 10 бітіріп кетіп қалғанмын. 10 бітіріп? 10 бітіріп. 9-дан 11-ден кетеді ғой негізі. Негізі солай 10 бітіріп 9-дармен оқыдым сосын. Бір класс төмен оқыдым да, колледжде. Мектеп кезінде қай мектепте оқыдыңыз? Қай жерде бір айтып жүрсеңіз? Орал қаласы номері 22-ші жалпы орта білім беретін мектептің 9-ші А сынып оқушысы Тілеков Қабдолдың геометрия дәптерінде оқыдым. Есімде қалып қойды сыртында. Мектепте қандай пән ұнайтын еді көбіне? Химия. Химия? Иә, мен химияны сол 6-ші класстан ба басталатын еді, қай сыныптан басталатын еді? Сол 6-ші класстардан басталу керек. Иә, содан бастап, сол 10-ға дейін жақсы оқыдым да, сосын өзім зерттедім 5-6 жыл. Химия не, қандай не екенін, сосын өзіме керектісін алдым да, өмір бақиға басыма химия жасап алдым. Бірақ негізі табиғи ғой сіздікі? Негізі табиғи, иә. Шашыңыз, иә? Бірақ химияны шынымен де жақсы көрдім. Эльвира Нұрхайынқызы дейтін апайымыз бар. Ал, ұнамайтын пән қандай болды? Ұнамайтын пән болған жоқ менде ондай. Ұнамайтын пән қазір бар негізі. Не болды? ОКЖ. Жоқ. Құқық. Құқық па? ОКБ ма? Құқық. Адам, қоғам, құқық. Иә. Ақыққа. Ақыққа, иә. Неге өте? Ол кезде құқығымызды білген жоқпыз ғой, ондай. Бізде құқық болған жоқ. Құқық сабағында құқықтарыңыз тапталатын деді. Бізде апайлар құқығы қатты болды бізге қарағанда. Мектеп кезіне бір оралатын болсаңыз, қай сыныпқа оралғыңыз келеді? Қай сыныбыңыз күшті есте қалған кездер еді? Так, 5-6 деп ойлаймын, себебі сол уақыттарда менде арман жазу деген нелер болды ғой, үй тапсырмасын өргенде. Сөйтіп сол кездерде менде туындай бастады армандау. Кім деп жазатын едіңіз? Кім болам деп жазатын едіңіз? Менде андай болды, әнші болам деп армандап жазғанмын. Әнші болып жазғанда андай зерттеген қойшы оны. Әншілер қалай болады деп. Мысалы, Тоқтар Серіков, Бейбіт Қорған, Досымжан Танатаров деген кезде бізде мектепте фамилиядан бастайды, Тілеков Қабдол айтады. И өзімді бүйтіп дайындаймын. Қабдол Тілеков деймін де. Келмейді кішкене, не звучит болады. Тілеков Қабдол неге партаға шықты деп айтады. Жексен ұлы деген сияқты есімде жатыр, иә? Сөйтіп өз-өзіммен кішкене депрессовать етіп, менен шықпайды әнші деп. Сөйтіп сондай болған. Атта тұрған ештеңе жоқ екен, иә? Сөйтсе ондай дым емес екен. Маған керісінше ақын жазушылардың аттары Мұқағали Мақатаев, Мұхтар Шахан деген сияқтандай. Ақын болып ше, Қалқаман Сарин болсын, кейінгі ақындардан болсын ше, күшті естілетін ше, андай. Бізде сондай бренд аттарға сондай не істеп қызыққанбыз ғой сонда да. Сондай сияқты. Жандос Самалбеков деген, мысалы, қандай өнер адамына ұқсап тұр? Ақын жазушы болу мүмкін ба, Жандос Самалбеков деген? Жандос Самалбеков, Ж есімді азамат айтпайтын болады, А есімді азаматты ұрды дейтінге келіп тұр. Қылмыспен жаза дейтін бағдарлама. Айтпақшы, Жандос бізде бағдарламада қонақта болып кетті. Бір тапсырмасында сіз Жандосты жеңілдіріп жіберген болатынсыз. Есімде, ол Жандос екеуміз бір командада ойнадық қой. Жасыл немен сөйттік, бірақ ол Жандос ойлайды, мен жасыл цветті жақсы көремін былай негізі, бірақ
Жандостың жақсылығын емес. Өзімнің жақсылығым бар. Чоң жасыл да кішкене. Болды, онда осындай бір күшті көңіл күймен бастап кетейік. Қазір сізге бірінші сыныптан сізге қарсылас болатын жан келеді. Үшеуісі болады ғой да? Иә. Зурай ғой да? Иә, Зурай сусыны біздегі осы әншілерге көбірек жақсы көретін сусынның бірі. Иә, дауыстарын бұлғылады дейді кәдімгідей осы суды ішіп алғаннан кейін. Зурай сусыны. Зурай, өмірің өтеді зымырай. Қалай мынау реклама? Зурайға сындық реклама болады. Ішіп қалыңдар, өмірлерің өтіп кетеді. Қабдолла, бүгін сізге керемет біздің әдемі осындай күшті қарындасымыз, есімі Айсұлу. Өзі де сұлу, айдай сұлу болып бүгін бізде сізге қарсы ойнайды. Айсұлу, қалайсың? Жақсы. Жақсысың ба? Ағаң Өзіңіз де танисың ба? қалайсыз? Жақсы, шүкір. Осыған дейін түсіріп жатырмыз ғой бағдарлама. Көбісі қалайсың десең, жақсы деп қоя салады. Сен жағдайын сұрамайды. Айсұлу өте күшті, тәрбиелі. Не болды, жөтеліп қалдың ба? Су бере саламыз ба? Нормально ма бәрі? Зурайдан ішеміз. Сок ішесің ба? Сок ішесің ба? Ма, іше ғой. Айсұлу неге жарысқа қатысып су ішіп алуға деген сияқты. Шөлін қалдырып алып, болдым мен ағай деп кетіп қалса. Айсұлу, ағаң танисың ба? Қабдоллаңды? Қайдан танисың? Беташардан десе. Қабдолланы шоудан көрдім десе. Қабдолланы шоудан. Жаткастан көрген десе. Айсұлу танымайсың ғой да? Апай айтты ғой танимын деп айтып кетті. Танисың ба? Әндеріңіз тыңдаған шығар? Көкөлекке, Шынымен де ме? Қандай? Білесің ба Ақкөлекті? көзінекке. Арбаларында бар. Бағдәулет деген, Нұрдәулет деген класстастарың бар ма сенің? Бар ма екеуі де? Болды онда, как раз. Айсұлу бізде бірінші сынып оқиды. Сіздерге екеуіңізге бірінші сыныптың тапсырмасын береміз. Алдарыңызға парақта. Мен бірден айтайын, мен мектепті ұмытып қалдым. Мен мектеп бітіргеніме биыл 15 жыл. 15 жыл. 15 жылдықтарыңыз 15 бардыңыздар ма? мен класстастарымды ұмытып кеттім. Класстастарым өмірден өтіп кетуі де мүмкін. Сол сияқты мен қазір жеңіліп қалуым да мүмкін. 11-де 0 болып жатсам, бірақ апайларым бәрі уже не ғой, ренжімейтін шығар. Нормально жетістік алып келіп жатырған шығар мектепте. Андай неде бармын әйтеуір. Біздің мақтанышымыз дегенде бармын. Шүкір Аллаға. Үздік түлектердің қатарындасыз. Беспен оқитындардың үстінде тұрмын еще. Сізде міне не тұр? Алдарыңызда парақты ашсаңыздар. Әртүрлі жемістер. Енді осыларды екі топқа бөлу керек. Ағашта, бұтақта өсетіндер, яғни, және жерде өсетіндер. Жанна, Айсұлу, қайсысы? Жер. Ж деп кетсең де болады, жер, бұтақ. Ағашты А деп, А, Ж деп жаза беруге болады. А, Ж деп жаза берсеңіз болады. Аха. Дайсыз ба, Айсұлу, дайсың ба? Кеттік, Айсұлу. Бір қарап аласың ба? Кеттік, бастаймыз. Бастаймыз ба? Иә, бастаймыз. Кеттік ал, бастаймыз онда. Иә, бірінші жеміс бізде крыжовникті сіз қайда дедіңіз? Кір жуатын машина ма, не? Кір жуатын машина. Мен жек көрмеппін шынын айтайын. Ағашта дедіңіз ба? Ағашта дедім. Дұрыс жауап шынымен ағашта екен. Иә. Екеуіңіз де дұрыс жауап бергенсіздер. Одан кейінгісі, бұны білетін шығарсыз. Шие. Шие қайда өседі? Ағашта өседі. Ағашта өседі. Ағашта өседі ма? Шие қайда өседі? Ағашта. Ағашта. Зурайды ішіп алды да тамағы жақсы болып қалды шынымен. Одан кейінгі жеміс. Одан кейінгі жемістің несі ғой, ол не ғой? Не етеді? Малинаның қарасы. Таңқурай. Таңқурай деген жеміс. Таңқурай қайда өседі? Жерде. Жоқ, бізде ағашта өседі. Бұл бірақ бұл жақта А деп жазып кеткен. Ағашта деп жазған екен. Шатасып отыр. Одан кейін қызылша жерде, пияз жерде. Одан кейін бұл бізде қара бүлдірген деп аталады. Смородина ғой да? Иә. Смородина қайда? Ол ағашта өседі. Ағашта өседі. Бірақ сіз... Мен жерде жазбаймын. Мен жерде жазбаймын. Бірақ ағашта өсетін енді біліп жатырмын. Иә, жерде қойсын. Әзірше бір-бір қатеден екеумізде де. Одан кейінгі бізде... Малина. Жерде. Дұрыс. Картоп. Жерде. Картоп қайда өседі? Жерде. Жерде. Дұрыс. Апельсин?
Ағашта. Ағашта, өрік ағашта, алма ағашта. Дұрыс жауап беріпсіздер. Одан кейін бізде Анау не ғой? Детет, кәдімгі алып жүрген не ғой? Ішінде біткен дәні бар. иә, менде Виноград. виноградтың Қазақшасы. қара түрі ғой, жүзімнің қара Иә, түрі. иә, иә, былайша аха. айтқанда. Ағашта, дұрыс жауап бергенсіздер. Одан кейін шалғам деген. Так, шалғам дейтін не Бұл екенін енді бұлай түріне қарап жерде деп таңдаған шығарсыз, Иә. иә, біздің қарындасымыз да солай, Айсұлу да солай жерде депті. Бірақ Сәбіз Бірақ жер дұрыс, жерде өседі, Иә, сәбіз жерде. жерде өседі және құрма Ағаш деп жаздым мен. ағаш. Дұрыс, екеуіңізге Дұрыс па? дұрыс. Бұтақта өседі екеуіңізде де. Яғни бірінші кезең Бір-бірден. бойынша есеп 1-1. Екеуіңізде бір қате жіберіп қойдыңыздар. Әдемі, Адес, Болады Айсұлу. да? Иә. Бірінші класста болады ғой да? Иә. Жалғастырамыз. Бірінші сынып енді оңай болды. Екі жақта да бір ұпайдан алды. Енді бізде екінші сынып. Екінші сыныптан Батыр есімді бізге бір батыр жігіт келіп отыр. Батыр, қалайсың? Жақсың ба? Жақсы. Көңіл күйің Керемет. керемет болып тұр ма? Сабағың жақсы ма? Иә. Онда нашар, маған нашар ол. Екінші сынып оқып жатсың. Сабақтан бос уақытында не істейсің? Сабақтан бос уақытымда ойнаймын. Ойнайсың. Дұрыс. Қандай осындай ойын кезде жақсы ойнау көресің? керек қой. Футбол. Футбол жақсы көресің. Қай командаға жанкүйерсің? Бразилия. Бразилия? Бразилия. Ана нелер андай? Клубтар. Клубтардан. Клубтардан. Атлетик Мадрид, Реал Мадрид, Реал, Барселона. Барселона деген сияқты. Сол Барселона. Барселона ма? Красавчик. Талғама. Мен де Барселона. Жақсы балам екен. Барселонадағы Бенземаны танисың ғой? Иә. Иә. Мықты ойнайды ол. Мықты. Вратарь ғой еще. Да? Вратарь емес. Вратарь емес. Вратарь емес, оны- Судья ғой, судья. Батыршыны келіп қалды маған кішкене. Деді. Батыр, молодец. Сіз бос уақытыңызда не істейтінсіз ба екінші класстарда? Мен бос уақытымда бос адамдарды не істейтінін сұраймын. күн ыстықта Немен жүрмейтін айналысасың деп бедіңіз? бәрін сұрап жүремін дейсің. Мен бос уақытымда ұйықтаймын шынында. Ұйықтаймын. Сериал көремін сосын. Дорама Бұрыннан көремін. ба? Бұрын кішкентай кезіңізде ше, осы батырдай кездеріңізде. Батырдай кезімізде енді ойнайтын едік. Ойнаған Футбол шығарсыз. ойнайтын едік. Ол кезде бірақ клуб не дейтін бізде андай выбор болған жоқ. Тек бізге үйдегілер алып беретін киімді киетін болдық қой. Кета киіп ойнайсыздар Мен ма? есімде қалып қойды, бір киімді алып берді, 8 ба, 7 оққанда ма, костюм алып берді, өзім танымаймын. Артынан барып зерттеп білдім, Аякстағы команда екен. Элегант дейді ме, Элеверес дейтін ба, бір сондай бір футболист бар екен. Соны артынан зерттеп білдім. Сол тілде ғой, ол, иә? Сол Аякстың тілінде. Бүгін енді сіздерге екінші сыныпқа оңай тапсырма 30 секунд беріледі. Бос уақытта бұрын мектепте ручка тістейтінбіз, может быть, не атуға болатын еді, андай қағаз ручка, сондай ататын еді. Кейде самолет жасайтынбыз отырып қағаздан. Қазіргі ручкалардың арттары ондай емес екен. Ондайға келмейді екен сол, ешкімге не істей алмайсың. Біреу зәулені жазды ау деймін. Біз самолет жасаймыз қазір. Ақпараттан. Еске түсіріп, баяғы самолетімізді жасаймыз. Кімдікі күшті шығады, кімдікі алысқа ұшады, сол деген оңай тапсырма. Кеттік, бастаймыз. Кеттік. Самолет жасай аласың ба? Иә. Болды, самолет. Соңғы рет бір 4-ші класстарда жасаған шығарсыз, ары кетсе. Мен жоқ. Жаңа осыдан келе жатсыз, осы Самолеттен самолеттен келе жатырмын. Иә. Мен сол қазіргі самолет несін жасап көремін барынша, флайер астанда. Или скат жасаңыз, асықпай ұшырып. Флайер астанда жасаймын да, домбыраны мына жерге қойып қоямын. Мен андай қазіргі заманский электронный самолет болып шықты ғой мен. Самокат болып кетті. Мына жерінде бір қисаятын. Жоқ, мына жерін қалай ұстайтын еді? Болды, бере. Ол уже Батырдың самолеті уже базар. Кәні сіздікін көрейік енді. Менікі андай құрастырмалы тез несек кетеді. Андай болады ғой, йо-йо дейтін коляскалар болады ғой. Біткен кезде несе қойды да жинала қоятын андай. Трансформер самолет. Сондай болып тұр. Менікі сам болып тұр, сам. Сәл ұялып тұр. Екі самолеттің енді. Ұшырып көрейік енді. Ұшырып көрейік. Қатты ұшып кетуі мүмкін менікі. Иә. Сіздікін көрейік. Осы жерлерден аспайтты ойлап тұрмай өз басым. Теріс жағын самолет толды. Өзіне қайтып келгенде ше. Сен қандай неге бүйтіп келіп барып. Батыр шығарылымнан кейін Қабдоллаға үйретесің самолет жасауды. Бірақ енді бұл
кезеңде де біз бір ұпайдан береміз, себебі тапсырма бойынша тек самолет жасау керек болған. Екі сынып аяқталды, енді үшінші сынып бізде Нұрали деген жігіт қарсы ойнайды сізге. Нұрали. Қалайсың, Нұрали? Қалайсың, Нұрали? Жақсы. Жеңілуге дайынсың ғой? Жоқ. Жоқ. Мектепте қай пән ұнамайды саған? Барлығы ұнайды. Барлығы ұнайды, иә? Есеп өтесіңдер ме математика? Иә. Бұрыш деген не екенін білесің ба? Мынада неше бұрыш бар? 4. 4 бұрыш бар, иә? Дұрыс. Келесі біздің тапсырмамыз математикалық тапсырма. Суреттеріңізді аша қойыңыздар. Так, аха. Мен бұрыш деген тамаққа салатын бұрыш бар деп ойлап. Мына бетін аш. 4 бұрыш деген. Жоқ, мына бетін ашыңыз. Ашу кетпей ме деп қойған ба? Екеуіңізде екі түрлі не? Мына жақтың тапсырмасын бір қарап қойсаңыз, қанша бұрыш табу керек, екеуіңізге де бұрыш табу керек. Бірақ сіздің бұрышыңыз көбірек, байқағаныңыздай, біздің Нұралидікі азырақ. Аха. Иә. Так. 1 минут ішінде неше бұрыш екенін санап шығу керек. Каждыйынан ба? Иә, барлығын қосқан кезде қанша бұрыш. Үстіне жазып кетеміз, иә? Иә. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Нұрали, бастама, Нұрали. Бастама. Бірге бастаймыз ғой. Давай, 3, 2, 1. Нұрали! Нұрали. Болды. Тұратыш. Болдым мен. Барынша. Нұрали, тез басақ қойдың сен. Бірінші басақ кетті, иә? Бәрібірде, иә? Үшінші сынып бойынша Нұралидің тапсырмасы 3 бұрыш, 5 бұрыш, 3 бұрыш, 6 бұрыш, 4 бұрыш, 8 бұрыш және 4 бұрыш дұрыс тапқан. Ортағында дұрыс тапқан 33. Сізде жалпы алған кезде 188 бұрыш болу керек болған. Қалай болып кеттің ғой? Сіз мыналардың арт жақтарын барлығын тастап кеткен сияқтысыз бұрыштарын. Бәрі есептедім Сізден 62 бұрыш шыққан екен. Ұйымдастырушыларға береміз бұл. Апелляцияға беруге болады. Жоқ, қара, мен көзінше есептеп беремін мен даже. 12 бұрыш емес па, қара. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді қай жер дұрысымыз? Сіздің қазір мен тексеріп шығайыншы. Тексеріп шығайыншы. Ұйымдастырушылардың 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 бұрыш екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 бұрыш екен. Мен 12 деп жазып. Сіз 12 деп жазыпсыз. Ладно. Қалғандарын 8, 9. Так. Ален, шатысып тұрмын ба? Иә. Болды. Бәрібірде кішкене қателіктер бар екен. Мен онда қателігім қай жер екенін біліп алайыншы. Иә. Болашақта қателеспеу үшін десеңші. Болашақта осындай сұрақ келіп қалыватса. Енді бізде жеңілдім ба сонда? Жеңіліп тұрсыз енді өкінішке қарай. Нұрали, сен оқушыларды алға шығарып жібердің өзіңнің есебіңнің арқасында. Сонымен есеп 2-де 3 оқушылар алда. Жалғастырамыз. Есеп бізде 2-де 3 оқушылар алда, бірақ сізде мүмкіндік бар қазір жетіп алуға. Бізде сізге қарсы ойнайтын 4-ші сынып оқушысы Ақпейіл. Ақпейіл, қай мектепте оқисың? Жарқамбет орта мектебінде номер 1-ші мектебінде оқимын. Номер 1-ші мектепте оқисың. Алматыдағы ма? Иә. Номер 1. Номер 1. Уверен айтатын шығарсың қай Алматыдағы номер 1 мектепте оқимын деп. Номер 1 деп. Номер 1 донор деген сияқты. Ақпейіл, мектепте қалай оқисың? Жақсы оқисың ба? Иә, жақсы оқимын. Жақсы оқисың, иә? Атын күшті екен, Ақпейіл. Атын кім қойды? Папам қойды. Пейілім ақ болсын деп. Күшті. Сіздің есіміңіз не мағына береді? Мен есімім Қабдол деген бір мағына береді деп айта алмаймын, но бірақ мен атам мен әжем екеуі бір қойған ғой. Қабын қойған, долын қойған ба? Иә, атасының аты Қабдол болған, әжемнің ағасының аты Қабдол болған. Екеуі де гармон тартатын, баян тартатын, сондай не болған, соған ұқсасын деп. Негізі шынымен ырымдап қойғанның сондай болып тұр ғой, солай болып тұр. Тура сол сияқты сенің де пейілің ақ күшті жан болып өс. 4-ші сыныпта бізде логикалық тапсырма, өте оңай. Тапсырмаларыңызды аша қойыңыздар. Суретте қыз баланың анасының сол жағында фотосуретке түскен ғой енді. Отбасы болып.
Қыз бала анасының сол жағында. Ал анасы әкесінің сол жағында орналасқан. Оларды солдан оңға қарай реттілікпен қойып шығыңыз. Татыш. Тез сөйлейсіз ғой. Қыз бала анасының сол жағында. Ал анасы Әкесінің сол жағында орналасқан. Қыз Әкесі, анасы, қызы суретте бар. Иә, так, қыз анасының сол жағында. Анасы Солда. Анасы ғой. Жақсы көреді. Анасы ғой, мынау енді, мынау қызы ғой. Енді қара, енді ол папасының сол жағында дейді. О, қалай ол, мынау етаке кімнің сол жағында тұрған жоқ. Қалай өп кетті? Сонда сурет сол жағында орналасқан, олар солдан оңға қарай реттілікпен дейді. Солдан оңға қарай да. Онда бүйту керек, онда бүйту керек. Қыз анасының сол жағында, анасы папасының сол жағында. Папасы да мына жерде тұрмас онда, екі ортада. Оғай, папасының сол жағында. Ортада папасы жоқ. Қыз, мынау қыз. Мынау ана, жоқ. Мынау былай тұр ғой да, мынау былай тұр. Мынау былай тұр. Сөп, түсіндім. Қызы, оннан соңға қарай ма? солдан оңға қарай, былай қарай. Енді түсіндім. Қалай осында реттілікпен не істеу керексің да? Кім бұны ортада тұр, кім мына шетінде тұр, кім мына шетінде тұр. Сол суретте. Қалай тұрған болсын? Мен болдым ағай. Кәне. Азар Өзіңдей қабдол ұж болып қойды, қарашы Ақбей. Азар түсіндім. Ойбай. Миым істемей Бір қалдым. сөйлемдік сұрақ қой былайша, иә? Солақайсың ба Ақбей? Мен де солақай жазамын. Тұрған тез екенбіз ғой. Не солақайлардың несі бар бір сондай бір өзінің бір жақсы қасиеті бар да негізі. Ерекшелеу болады, таланттылау болып келе ма бір деңесі бар. Иә, еще олардың бір несі оң қолмен жаза алмайтын болып келеді. Қандай танысыңыз бар солақай? Солақай көп менде негізі солақай болған, сосын оңға үйретті де, сол қолмен де екеуімен де жаза алатын болып едім, сосын қалды. Ондай бар ма не? Ондай да бар ғой. Сол қол солақай болып, оңға үйрететін. Олай да бар, иә, оң қол. Мен курсыма жазылсайшы, Телеграмда төменде сілтемеге өтіп кетсең, комментарийға сол қол деп жаза берсең. Солақай деп жаза берсең. Негізі Дайрект ашамыз дейді. күрес, бокс сияқты спорттарда солақайлар қиын деп айтып жатады. Иә, бар. Солақайлардың нелері Икемі келмей ма? нежданка кіріп кетеді. Күрестің білмеймін енді күресте қалай. Сол жағына кіріп кетіп не істемесе. Кәне, болды ма? Сені неме әже атасы мен тұрған жоқ. Мен үш адам негізі. Ол дейді сенбейді. Фотосуретте қыз бала анасының сол жағында, ал анасы әкесінің сол жағында. Дұрыс, яғни қыз ең сол жақта, анасы әкесінің сол жағында, яғни анасы ортада. Қабдол дұрыс тапқан. Қыз, анасы, әкесі деген. Сізде оң жақта бірінші әкесі тұр деген дұрыс. Анасы ортасында, қызы шетте деген. Яғни бұл да дұрыс, керісінше оң жақтан бастап қойып берген. Сізде де енді әкесі оң жақта тұр ғой. Екеуіңіздікі де дұрыс, просто екеуіңіз ашып жазған екен. Сол жақта, оң жақта бірінші әкесі тұр, ал анасы ортасында тұр. Мына шетте тұр деп жазды. Басте ойлап қойып, мен не жазып кетті ондай. Тек мама, папа, қыз деп жазатын. Есеп 3-2. Ақбейіл, тағы да бір ұпайларын құтты болсын. Оқушылар бүгін... Мен істедім, сонда қалай? Сізде бір ұпай алдыңыз? Иә, мен де бармын ғой да. Қабдолланы танисың ғой, Иә, танимын. Қайдан танисың? Киноға түскен тек қана қыздарда Арсеннің көмекшісі болған. Өте басқаша таниды екенсіз. Сосын әнші, ана Мағреб Пушка, қалай еді? Мағреб Пушка еді, сода соны алып қашып кетіп еді ғой, сол кезде беташар ән айтып берген. Вообще басқаша неде таниды. Ерекше таниды екен. Рахмет, көп. Ақбейіл, сөздеріңнен күшті пейілі ақ екені Аман бол, көріп сабақ тұр. жақсы оқы, папана, мамана сәлем айт, иә? Рахмет. Сізге қуаныш жаңалық, сіз бастауышты бітірдіңіз осы. Бітіріп тадым шүкір. Жақсы бітірдіңіз, бұлайынша айтқанда 1-2-4-тер түсіп қалды, кейбір жерлерінде, абылай өте жақсы бітірді. Енді орта сыныпқа көшеміз. Сізде 5-ші сыныпта сізге қарсы ойнайтын Айзия есімді қарындасымыз. Необычный аттар қош келдің. Айзия. Өте күшті екен есіміңіз. Кім қойған есіміңізді? Анам. Анасы қойған екен. Айзия.
Өзі ұнайды ғой есімің, иә? Не мағына беретін білесің ба? Араб тілінде айдың жарығы сияқты. Айдың нұры, айдың жарығы деген мағынаны білдіреді. Айзия. Айнұр деп қоя салуға да болады дейді бізде де. Ол бізде креатив болмаса сөйтіп қоясың. Анасының араб тілінен хабар бар екен. Айзия. Бізде 5-ші сынып Айзия. Қабдолланы танисың ғой, иә? Ол қыз танымайды екен. Ренжіп қалдым. Мен сені танымаймын. Азия ма қалай? Ренжіп қалдым. Телефон көрмейтін шығар мүмкін. Сол жақсы ғой, керісінше. Телефон ойнап ұстайсың ба? айтып жатыр. Ұстаймын. Ұстайды екен бірақ. Телефонынан бір рет болып шықпады ма Наксис сонда? Енді шығамыз. Осы эфирден кейін шығамыз. Азия үшін бір контент түсіру керек сізге барынша. Қабдол ағаң сенің әнші, жайдарманшы, актер. Бұл кісіні бірақ қазір көбіне беташаршы ретінде таниды. Азияға әлі ерте ғой. Иә. Тану ол жағынан. Ол жағынан тануға. 5-ші сынып. Математиканы жақсы көресің ба? Жақсы көрмейсің, бірақ енді бүгін соған тапсырма орындауға тура келіп тұр. Ештеңе қылмайды. 5-ші сынып математика. Жаңа ол өтіп кеткен жоқ қой, ұтылып қалдым. Ол логикалық тапсырма негізінен. Математика. Беташарға Дәулетхан 10 000 теңге салды. Елнұр 8 000 теңге салды. Бекзат 3 000 теңге салды. Беташаршы ақшаның 3-тен 1-ін той иелеріне беріп, қалғанын өзіне алды. Беташаршы қанша теңге алды? Так. 10 000 теңге алды. 10 000 салды, 8 000 салды, 3 000 салды. Сөйтті, бәрі жиналып тұрғаннан кейін 3-тен 1-ін біреуге беріп кетті да, қалғанын өзіне алып отыр. Сонда беташаршы қанша теңге алып тұр? Сізге бұл оңай шығар енді. Оңай ол. Мен біреуді ақша салып атқан кезде уже есептеп тұрамын. Қанша жинап атыр, қанша беретініңізді, алатыныңызды, иә? Бірақ мынандай алмаймын енді. Олар доллармен жазып салсақ болады екен, сразу, иә? Просто Дәулетхан 10 000 саламайды да. Бізде яғни 10 000, 8 000, 3 000-нан салды, яғни 21 000 болды. Екеуіңізді дұрыс тапқансыздар, 21 000 қып. Одан кейін 3-тен 1-і. Осы жерде кішкене ғана Азия қателесіп кетті. 7 000 теңге ғой енді 3-тен 1-і. Бұл кісі 700 теңге деп шатасып жазып кетті да. Сонымен 7 000-ды азайтсақ, яғни 14 000 теңге. Қабдол дұрыс тапқан. 14 000, сіз 20 300 деп бәрібірде 700-ді азайтып, соның есебін шығарып қойыпты. 1-0-мен да, 1-0-дер. 1-0, бірақ негізі Азияда көбірек ақша қалды. 20 300 теңгесі қалды. Сізде 14 000 теңге қалды. Ақша тұрғысынан Азия жеңіп тұр, бірақ нақты тапсырма бойынша есеп 4-те 4 болды. Жеттік, шүкір. Қабдол осымен оқушыларға жетіп алды. 5-ші сыныпта 1-0-дің арқасында жеңіске жетіп алдыңыз. 1-0-дің арқасында. Бізде енді 6-шы сынып, 6-шы сыныптан бізде әдемі қарындасымыз келіп отыр. 6-шы сыныптан бастап бізде дүниежүзі тарихы, Қазақстан тарихы деген сияқты пәндер өтеді. Анатомия қосылмай ма да? Анатомия, биология да? Биология. Биология қосылады. Осында хрестоматиялар қосылатын еді? Жоқ, ондай жоқ. Орыс тілі хрестоматиясы дейтін. Қазақ әдебиеті хрестоматиясы. Орыс тілі хрестоматиясын әйтеуір, ә? Жоқ. Оқитын адамдарға салып айттым. Есінде қалмайды. Мұжылатын кітап болды әйтеуір олар. Дәптер сияқты. Әдемі кететін беді, бір жерге қойып жіберуге. Майыстырып жіберуге, жанына қойып жіберуге кітаптардың. Жаңадан пәндер қосылды 6-шы сыныпта. Қайсысы ұнап жатыр саған? Барлығы. Барлығы ұнап жатыр, барлығы 5 екен. Барлығы 5 па? Онда бізде келесі тапсырма дүниежүзі тарихы сабағынан. Оңай сұрақ. Ежелгі Грекияда Олимпиада ойындары қай құдайдың құрметіне өткізілген? Жауабы: Афина, Посейдон, Аполлон, Зевс. Ежелгі Грек елінде Олимпиада ойындары бір құдайдың құрметіне өткізілген, яғни бір құдай ғой бізде. Бірақ бұл жақта бірнеше құдай бар екен, өздерінің атауы бойынша. Афина, Посейдон, Аполлон және Зевс. Сіздер енді бірден дұрыс тауыпсыздар. Бірақ енді көрермендерге айта кетейін, Қабдол Зевс деп жазды. Мен қалай естідім солай. Менде просто құлағымда хронический бар сондай.
Бұлар со болып келе ма? Не, Зевс па? Зевс, иә. Зевс па. Жоқ, сізге ол құдайдың атын білу меніңше қажет емес деп ойлаймын. Дұрыстаудың қажеті жоқ. Онымен жазылатын. Дұрыс, екеуіңізге де бір ұпайдан есеп 5-5. Рахмет, әдемі саған. Бұл сұрақ өте оңай болған сияқты, әдемі үшін де, сіз үшін де. Жалғастырамыз, әзірше өте жақсы келе жатсыз. Біліп тұрмын, өзім де біліп тұрмын. Өзіңіз бағана кадрдан тыс айтқанда, ұтылатын шығарым бүгін деп айтып қойдыңыз. Сөйтсек, сіздің есіңізде екен көп материал. Біліп тұрмын ғой бәрін. Зевс бәрілерін танытты. Жалғастырамыз, бізде 7-ші сыныптан Марсела қарындасыңыз. Есімдер шынымен әртүрлі кетіп отыр, иә? Марсела против Қабдол деген. Бразилия мен Қазақстан ойнап отқан сияқты ма? Американский бір нелерден не болып жатқан сияқты, жарыс болып жатқан сияқты. Марсела 7-ші сынып қалай болып жатыр оқу? Жақсы. Оқу бітіріп қойдыңдар, иә? Уже сыныпта. Жақсы ма барлығы? Иә, жақсы. 90-да нешеге шықтың? 4 пен 5. 4 пен 5. Неше 4 бар? 5-6 ма сондай. Биологиядан қалай болды? Жақсы. 5-4? Иә, 5. 5, иә? Күнделігіңді оқып қойшы. Сіз сенбеймін кішкене. Биология пәнін қалай оқыдыңыз? Мен биологиядан жақсы оқыдым деп айта алмаймын. Кейбір параграфтерді жақсы оқыдым. Өзіме керекті. Адамның қызықты беттерді деген сияқты ғой енді. Оны біліп қажет жоқ шығар. Бүгін биологиядан тағы сұрақ өте оңай. Өте оңай дей бересің, жауабын біліп тұрсаң рахат. Өте оңай деген күшті екен. Өсімдік жасушасында ғана кездесетін, оған жасыл түс беретін пластидтер қалай аталады? Митохондриялар, мына сөз таныс па сізге? Митохондрия. Жоқ, ешқашанда. Ешқашан естімегенсіз ба? Ешқашанда. Мен жазайын десем де жаза алмаймын оны қазір. Митохондриялар, хлоропласттар, лизосомалар, рибосомалар. Осылардың біреуі бізге өсімдіктегі жасыл түс береді. Сіз оған қарамаңыз, өзіңіз ойлана беріңіз. Осы 4 нұсқаның біреуі. Сіз маған айтыңдар шында. Так, жаңа Хундай хромосомалар. Жоқ, басында митохондрия ма? Митохондриялар, хлоропласттар, лизосомалар. Хлор ғой, хлоропласттар. Хлоропласттар, жоқ, адам. Лизосомалар. Низа дейді, низасын беріп жібереді ол. Рибосомалар, балықтар балық шығаратын нелер ғой, құрттың нелеріне. Жасыл цвет сол. Митохондриялар. Микрохондрия ма сол келеді сияқты. Бұл уже биологиядан емес, сөз дұрыс жазу дейтін пән болып бара жатыр ғой жаймен, иә? Екінші қандай еді? Хлоропласттар. Иә, сол болып тұр өзің. Солай ма негізі? Білмеймін өзім. Қалай білмейсің, қатысып отырсың ғой енді. Нақты білмеймін енді. Класстастарына көмектесесің, бірінші нұсқа дейін көмектесіп жіберу дейді. Жоқ па не класстастарына? Бар. Енді айтып жіберші енді. Екі ғой да? Екі деп жаза беремін. Ладно, өзімдікінде қалайын онда, ладно. Қызғанып отырсың ғой. Микрохондай, қалай еді жаңа? Микрохол, үшім сол. Митохондриялар. Хондрия деп жазып қойын. Сұрақты қайталайын, өсімдік жасушасында ғана кездесетін, оған жасыл түс беретін пластидтер қалай аталады? Митохондриялар, хлоропласттар, лизосомалар, рибосомалар. Сіз не деп жауап бердіңіз? Хлоропласттар. Хлоропласттар, сіз митохондриялар депсіз. Митохондрия. Дұрыс жауабы хлоропласттар. Хлоропласттар екен. Шынымен де соны беремін жасыл цветіне? Солар беретін болып тұр ғой. Бұл жерде... Микрохондрия не істейді ол? Олар микроволновкаға қатысты. Мен соған цвет береді дегенге, мен соған микро деген енді кішкентай нәрселер ғой. Жоқ, микро деген сөз жоқ негізі. Митохондриялар. Мен микрохондрия деп жазып қойдым. Бәсе мен микро деп айтқасын, микроб андай кішкентай көзге көрінбейді. Кішкентай ғой деп па. Иә, сол андай өздерімен өздері жасыл болып кетеді деген. Кішкентай болса да бір не істеп жүрген үлкен сындырып жүрген нәрсе. Микро деп ойлап қалдым. Онда қайттан жауап беріп қойыңыз басқасын. Онда болды онда. Хромосомалар ғой жаңа. Хромосомалар. Хромна бірдеме. Биология апайыңыздан нақ осы жерде кешірім сұрайтын жеріңіз деп ойлаймын мен. Атаулар үшін хотя бы. Хлоропласттар. Мен просто осы күні именно ауырып қалдым мен. Осы сабаққа келмей қалдыңыз, иә? Жасыл цвет береді деген кезде апа айтты ғой, қайда болдың сен? Біз ол жасыл цвет беретіндерді оқыдық қой деп. Микрохондрияны оқыды.
сол есімге алып қойған. Есеп 5-6, рахмет саған, Марсела. Оқушыларға 1 ұпай сыйладың. Кет, жалғастырамыз. Жалғастырамыз. Есеп 5-6. Келесі 8-ші сынып сіздің сүйікті пәніңіз. Ал сізге қарсы Кәусар есімді қарындасымыз. Кәусар, қалайсың? Жақсы. Жақсысың ба? Қабдолланы танисың ба? Иә. Қайдан? Осы бағдарламаға тоқпаған жоқ па? Өлең. Әнші ғой. Әнші, иә? Қандай ән білесің? Ақ көйлек киген. Кәусар, сен әнмен айналысасың, иә, тоже? Ән айтасың? Бұрын айналыс. Бұрын айналысқан екен, вокалмен. Қазір айтпайсыз, да? Жоқ. Қазір сабақ оқимын тек дейсіз, да? Қазір өнер жолын аяқтадым дейді. Күшті, күшті. Былай вокалға қатысқансыз ба? Иә, бұрын вокалға қатысқан. Рахмет. Сіздер Онда маған көмектесесің онда. Екеуміз бір жолда екенбіз ғой, өнер жолы. бір айналада болса, бір медиа сферада. Онда Марсел көмектескен жоқ, сен көмектесіп жібересің да? Парақты айналдырып алыңыздар. Так. Сіздің сүйікті пәніңіз орыс тілі деген пән біздегі. Пушкиннің «Я помню чудное мгновение» өлеңін мәнерлеп оқу керек. Кім жақсы оқиды, сол жеңіске жетеді. Оп-оңай. Біз Кәусардан бастаймыз. Алдыңызда текст тұр, сол бойынша оқышамыз. Кәусардың орындауында Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин, «Я помню чудное мгновение». Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях, грусти безнадежной, в тревогах шумный свет звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, порыв мятежный, рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твой небесный черт. Деді. Молодец. Енді сіз өзіңіз қалай мәнерлеп оқу керек екенін, орыс тілін қалай анық сөйлеу керек екенін мәнерлеп оқымастан бұрын бір оқып алғым керек болыпты маған. Ударенияларын, нелерін. Кішкене кім жай айтып қалды? Кәусар жай айтып қалды. Мен сол тыңдап алып негізі нелерін біліп алғым келген, қалай оқылатынын. Ал кет, мен айтайын онда. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Я помню чудное Я помню чудное мгновение. Я айта алмай жатқаншы. Атын білмеймін, в общем, давайте кеттік, басқа айта берейін. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томленных грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты. Звучал мне долго голос нежный. И снимились милые черты. Шли года. Бур порыв мятежный рассеял прежние мечты. И я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. Қайда кетті? Шли годы дегенді. Шли айтып жүрген жақсы. Жоқ, күшті. Орыс тілдік деңгейлеріңіз жобаласы сияқты менің ойымша екеуіңізде де. Ол енді меніңше орыс тілін білмеу мүлде ұят емес. Бірақ осы кезеңде өлеңді өте мәнерлеп оқыған үшін, ақындар сияқты берген үшін мен ұпайды Қабдолға бергім келіп тұр. Рахмет. Мәнерлеп оқы дегеннен кейін, мәнерлеп оқыдым. Кәусар, саған да рахмет. Өте күшті кезең болды. Чөтке оқы десе, чөтке оқитын едім, мысалы. Жалғастырамыз. Осындай орысша көңіл күйде біз орта сыныптарды аяқтадық. Енді жоғары сынып 3 сынып қалды. 9 сынып кезең уже сіздің
оқуға түсіп кететін кезіңіз ғой уже. Жоқ, уақытта оқып жатырмын әлі. 10 бітіріп кеттім. Жоспарлап жүрген кезіңіз ғой. Бір неден, негізі 9 бітіріп кетемін деп, кете алмай қалып, 11-ге қалам деп, сөйтіп жүрген кезі ғой. 9 сыныптан сізге қарсы Луиза есімді қарындасыңыз қарсы ойнайтын болады. Луиза. 9 сыныбыңыз есіңізде ма сіздің? 9 сыныбым. Алғашқы махаббат деген сияқтылар сол кезеңдерде болды ма? Жоқ, менде 1-ші сыныпта болды. 1-ші сыныпта? Бағана біздің анау Айсұлулардың кезінде болды ғой. Сол кезде бір қызға ғашық болып, содан өскеннен кейін ол күйге шығып кеткен, депрессовать етіп. Луиза, сенде сабағың бәрі жақсы ма? жоқ, 4-тер бар. 4-тер бар? Шындығын айтады екен, кәдімгідей. Өтірік айтпаймын ғой енді. Ау? Өтірік айтпаймын ғой енді. Өтірік айтпаймын. Шындық болу керек. Сіздер қазір 10 балдық жүйемен оқисыздар ма? Иә, 10 балл. Қазір 10 балдық жүйе екен білесіз ба? 10 балдық жүйе. 5 емес Біз көрді. Алматыда 10 балдық дегенде қорқамыз тек 10 балл десе ойбай деп. 10 балл қояды. Жақсы оқысаң 10 балл аласың. Бізде 5 қоятын еді ғой да? Иә, сол 5-тің орнына 10 балл. Ой, 4 болса 8 ба сонда? 10 баған боласың. 7 мен 8. 7 мен 8, да? 3? 6 мен 5. Неге қиындатып қойған? Минус 3 дегендер сонда ондай жоқ па? Онда 6 мен 2 дейтін уже 3, 2 сөйтіп кете береді. Сіз 5-ке оқысаңыз уже нашар оқисыз деген сөз ғой қазір. 5 алсаң да қазір ондай қанағаттанбайды екенсің ғой. Айтпақшы 100 теңгеден бере ма сіздерде? Халық па? Иә. Ондай да. Әр 5 алсаң, бір 5 алсаң 100 теңге береді. 10 балл алсаң 100 теңге Немесе түседі. активке тастап береді. Ойлаш. Бір күнде сен 560 теңге тауып кете аласың бүкіл сабақтан егер. Таңертең обедте оқысаң, кәдімгі жұмыс екен ғой, кәдімгі таңертең кешкіден оқысаң. Осы үйде мен ғана ақш табамын деп жүрген болады. 1000 теңге тауып келдім деп кәдімгі. Оқуға мотивация. Оқуға мотивация дейді. Бізде мотивация болмапты ғой бізде онда дейді. Біз талонмен тамақ ішетін едік қой. Иә, сол ақшаларға коржик алып жеуге болатындай ақшалар. Бірақ 100 теңгеге енді тамақ алынбайтын шығар. Асханада 100 теңгеге жететін тамақ бар ма? Ондай жоқ шығар. Олар да біледі ғой. 100 теңгеден беріп жатырық қой, 200-ден қылайық дейтін шығар. Айтпақшы, біздің бас демеушіміз осы 125 high school. Осы 125 high school физика, математика бағытында оқытатын мектеп. Сіз мектепті көрдіңіз ғой ішін, иә? Иә. Жалпы білемін, 125-ті. Сіздің жаңағы Оралда мектебіңізбен салыстырғанда қалай? Осы мектеп па? Иә. Бұл торговый центр ғой? Кім айтты оны мектеп деп? Сіздер кәдімгі қарапайым мектепте. Бізде андай бұрынғы ескі мектеп, сосын ол орыс мектебі болған. Сосын мен 2-ші сыныптан бастап оқыған кезде жаңағыдай смешный ауысты. Аралас. Иә, сөйтіп қазір әлі сол смешной болып жүрген. Сіз орыс кезінде оқымаған екенсіз. Иә, мен сол күттім ғой 1 жыл. 1-ші сыныпта бара алмадым. Негізі үйдің қасындағы мектеп қой, басқа мектеп бардым сол үшін қазақша оқуға. Мынау неде осы мектептің оқушылары кәдімгідей бір-бірімен америкалық мектепте жүрген сияқтысың. Бомберлері бар өздерінің 125 high school деген баскетбольный доппен ортада жүреді. Черлидершалар жүреді. Өздерінің нелері бар, шкафтары бар да. Шкаф жауып қойыңыз, біреу тұрады андай. Шынымен кәдімгідей іші шығармашылыққа толы мектеп екен. Түсінгенім бойынша не ғой, Спайдерменнің ең басты меня зовут Питер дейтінінің осы сияқтан түсірген 125 high school'дан түсірген. 9-шы сынып бізде тапсырма тарих пәнінен, Қазақстан тарихынан аша қойыңыздар тапсырмаларыңызды. Келесі тарихи оқиғаларды хронологиялық реттілікпен орналастыр. Яғни қайсысы бірінші болды, қайсысы екінші болды, қайсысы үшінші болды, соны табу керек. Иә, соғыстар ма? Соғыстардың реттілігін табу керек. Дайын ба? Так, көрейік қал. Ана астында тұра берсін. Иә, саңыз. Так, бізде осы тарихи соғыстарды, негізінен соғыстар, тарихи оқиғалар хронологиялық реттілікпен орналастыру керек. Олар бізде Аңырақай, Орбұлақ шайқасы, Аңырақай шайқасы, Бұланты, Сырым датылы көтерілісі және Ақтабан шұбырынды. Бірінші бізде ең бірінші реттілік бойынша Орбұлақ шайқасы болған Жәңгір хан тұсында 1643 жылы. Сіз дұрыс тапқан екенсіз, сіз Бұланты деген екенсіз. Келесі бізде Ақтабан шұбырынды.
яғни бұл жоңғар шапқыншылығы кезеңі. Сіз Орбұлақты осы жерге жазған екенсіз. Сіз Ақтабан шұбырындыны тауыпсыз? Мен ба? Иә. Өзім таңғалып отырмын. Өзіңіз таңғалып отырсыз ба? Одан кейін бізде Бұланты шайқасы, сіз Аңырақай шайқасы деген екенсіз. Сіз үшінші Бұланты шайқасы деген екенсіз. Қалай бұл? Одан кейін бізде Аңырақай шайқасы, сіз Ақтабан шұбырынды деген екенсіз, сіз Аңырақай шайқасы деген екенсіз. Сонда жеңіп тұрмын ба? Сіз қалай ол сонда? Және соңғы сырымдатыл көтерілісі екеуіңізді дұрыс тапқансыздар. Мен таңғалып тұрмын. Мен өзім де таңғалып тұрмын. Сіз бүгін кәдімгідей неңіз жақсы болып тұрған сияқты. Андай ғой, естіген соғыстарды, құлағыма жақын соғыстар осау деп келтірдім де, білмегендерді бетпейді айтыс деге қойғам негізі. Иә, сізде сонда бесеуі де дұрыс, сізде біреуі дұрыс. Ештеңе қылмайды енді бұл жерде сандар болғаннан кейін. Маған 5 балл бірден. Жоқ, сіз жеңіске жеттіңіз, есеп 6-да 7. Қойш, 6-да 6 еді ғой жаңа. Сондай болды ма? Жаңа 6-да 6 болғансыз. Жаңа сіз артта кетірған сияқты едім негізі. 8-ші сыныпта чудное мгновение мен мен алда кетірмесем. Осы қазір алға шықтыңыз. Жалғастырамыз, бізде 10-шы сынып алға шығып алдыңыз. Соғыстарды барлығын жатқа біледі екенсіз ғой, қай жылы болғанын, барлығын. Жоқ, просто үйде соғыс көп болады. Сізге енді 10-шы сыныптан Зере қарсы ойнайын деп тұр. Зере екеуіңізге, Зере сен 10-шы сыныпта оқып жатсың, қай пән ұнайды өзіңе? Ұнайтын пән. Барлығы ұнайды дейді. Сіз 10-шы класс заряженный отсың ғой, Зереге отат сияқтысың дейді. 10-шы сынып ол Қабдолдың мектеппен қоштасқан сыныбы. Қоштасқанда қуып шықты. Иә, ұядан ұшатын кезеңі. 10-шы сыныпта сіздерге тапсырма, ақпараттар беріледі. Қазір мен оқимын. Сіздер шын өтірік екенін анықтап отырсаңыздар болды. Кім көп дұрыс жауап береді, сол жеңіске жетеді. Бастаймыз ба, дайынсыздар ма? Кеттік. Адам түшкірген кезде жүрегі тоқтап қалады. Шын, сізде шын деп жауап бердіңіз. Дұрыс жауабы өтірік. Жүрегі тоқтамайды. Ырғағы сәл өзгереді. Иә, сондай миф бар, бірақ биологиялық тұрғыдан олай емес екен. Ол қатты әсер етпейді. Жай ғана ырғағы бәсеңдейді дейді. Бірақ жүрек тоқтап қалмайды. Мен осы уақытқа дейін шын деп ойладым. Маған біреу айтты солай. 1 секунд сен жүрегің тоқтайды да, ары қарай істейді. Солай айтылады. Акулалар динозаврлардан бұрын өмір сүрген дейді. Шын дейді мына жақ. Акула ма, баядағы үлкен ғой дейтін еще. Ана өсірудің өзі қайда шын ғой. Шын. Екеуіңізде шын деп жауап бергенсіздер. Дұрыс, шын. Акулалар 400 миллион жыл бұрын пайда болған екен. Яғни жер тарихында су пайда болған, акулалар динозаврлардан да бұрын пайда болған. Қытайда, Қытай елінде «я» деген сөз жоқ. «Я» деген сөз жоқ. Шын дейді. Білме, шеше деген бар, не бар? Мен бар сияқты деп ойлаймын, «я» деген. Жоқ, өтірік дейсіз, сіз. Қытайда болғансыз ба? Жоқ. Қытайда болмағансыз, Қытайда «я» деген сөз жоқ деген өтірік ақпарат. Бар да, бірақ та бар. Бар. Қабдол 2-де 1 алда. Кока-кола алғашында жасыл түсті болған. Так, жасыл түсті болған. Шетінде ма? Қарасы кәдімгі? Кока-кола жасыл түсті болған. Или не сыртында наклейкасы ма? Жоқ, өзі түсі. Кока-кола сусынның. Зурайдың жасыл түсі сияқты осындай түсте болған дейді. Жоқ, өтірік. Өтірік дейсіз. Сіз шын дейсіз. Дұрыс жауабы өтірік. Бастапқыда қоңыр түсте болған екен. Тархун ғой. Тархунмен шатыстырып қойған. Кеттік. Крокодил тілін шығара алмайды. Шын ба, өтірік па? Крокодил көрген шығарсыздар? Шын дейді. Сіз өтірік дейсіз. Дұрыс жауабы крокодил шынымен де тілін шығара алмайды екен. Тіл бар ғой да, негізі да? Негізі бар, бірақ тілін шығара алмайды. Мен көрген жоқпын, тілін шығарып, бір ойнатып, бір несе отырған. Қолын салып атады ғой, әйтеуір біреулер. Нелер, крокодил бар дейді үй жағында, білесіз ба? Кім крокодилдер тілін шығара алмайды. Енді бұны крокодил көрмегенсіздер ғой, бірақ ауылға тұрдыңыздар. Құмырсқалар ешқашан ұйықтамайды.
шын деп ойлаймын. Мен бір құмырсқаның бір қорылдап ұйықтап жатқанын көрген жоқпын. Дұрыс жауабы өтірік. Құмырсқалар да демалады, олар да демалу керек қой, еңбекқор. Бірақ білдіртпейді екен. Қысқа демалады екен. Иә. Өте аз уақытқа ғана демалады екен. Қазір движениеде жүреді. Осылайша бізде 10-шы сыныпта шын өтірікті анықтаудан Қабдол жеңіске жетті. Есеп 6-да 8. Рахмет. Жалғастырамыз. Бізде соңғы сынып қалды. Қабдол оқымаған сынып, бірақ бүгін бізде сол сыныпты оқитын боласыз. 11-ші сыныпта. Егер 11-ші сыныпты жеңетін болсаңыз қазір, ол кезде 12-13-ке барам ба десең, түсінбейтінсіз. яғни сіз 11-ші сыныпта да оқып жақсы жетістікке жетуге болады деген. Қазір 11 оқуға болады негізі. Қазір 11 оқып, НТ-дан 140 балл алсаң, үй беріп жатыр, көлік беріп жатыр, жағдайын жасап Сол беріп үшін жатыр. болсын оқуға болады, иә? Сол үшін оқуға болады негізі. Сізге қарсы бүгін есімің? Ерқұт болады. Ерқұт. Шақтау оты. Так. Ерқұт та? Иә. Ерқұт. Базар жоқ. Ескі екен, серьезно. Құт әкелетін жігіт болсын деп қойған ғой, Ерқұт. Ерқұт деп, әдемі. Күшті. Не, НТ тапсырдың ба? Иә. Кеше тапсыр жақында да? Кеше тапсырдым осы. Иә, қанша жинадың? 76 алып қалдым. Сіз ұлыты тапсырсаңыз неше бал аламын деп ойлайсыз? Жеңіл сияқты десеңізші. Нормально сияқты что-то. 78 ба? 140-тан 76-ны алып тастағанда қанша қалады? Нормально қалып тұр ғой негізі. 64 қалып тұр. 60, мана мен 68 жаздым ба, сондай қалып тұр ғой бал. Так. Қандай пән таңдап жатсың? Геомат қой менде. География және математика, иә? Мен түсінбей алдым, новый пән шықты ма деп. Геомат дейтін. Материца тем десе. Сіз ше? Сіз қандай пән таңдайтын едіңіз? Егер мен не істесем ба, 11-ге қалсам, химия таңдайтын шығар. Химия? Химия таңдалынады ғой да? Иә. Химия, андай қасына бірдеме қосу керек. Химбио ғой, химбио. Химия, биология. Химбио деп па? Биология таңдамаңыз сіз бірақ. Андай химрус деп таңдай алмайын ба? Митохондриялардан химрус. Типа русский. Өлең оқып бересіз ба? Тек русский да. Бұл енді онда сенің Ерқұт оң жамбасыңа келу керек. Бізде география пәнінен бұлайын деп тұр. География жақсы ма негізі? Жақсы, жетісі аталмайды ғой. Нормально. Енді бірақ сенде екінші тапсыра алатын нем бар ғой да? Ондай жоқ па әлі? Мүмкіндік бар емес па? Екі рет емес па да? Платкаға болады. Иә, екіншісінде сен ақылы оқи алады екенсің қазір. Иә. Бізде бұлай 15 сұрақ қойылады. 15 сұрақ қойылғанда ол блиц болады. 1 минуттың ішінде мен 15 сұрақты да қойып үлгере аламын. Қазір тұра тұрыңыз. Блиц деген не айт маған түсіндірсін. Мен сол жерден Блиц деген Ерқұт түсіндірші? Мен де Сай кетті ғой. Өзіміз екен ғой, өзіміз. 10 бітіретін бала екенсің ғой, кәдімгі мен сияқты кәдімгі. Блиц деген тез сұрақтар, тез қойылатын сұрақтар, уақытқа қойылатын сұрақтар. Бірінші 15 сұрақ сізге, одан кейін 15 сұрақ сізге. Кім көп жауап береді, сол жеңіске жетеді. Мысалы, біз 1 минут ұзақ ойланып тұрса, ол 7 сұрақтан бітіп қалуы мүмкін. 1 минуттың ішінде жауап беруге тырысу керек. Кеттік па? жарайды. Кеттік. Дайынбыз ба уақыт? Кеттік. 3, 2, 1. Тәулікте неше сағат бар? 24. Глобус дегенде? Жер шары. Жердің кішірейтілген үлгісі дұрыс емес. Жер бетінде неше материк бар? 7. 6. Ең үлкен материк қайсысы? Антарктида. Еуразия. Ең кіші материк қайсысы? Австралия. Австралия дұрыс. Мен өмірші Қазақстан астанасы қай қала? Астана. Қазақстан қай материкте орналасқан? Еуразия. Әлемдегі ең үлкен мемлекет? Жер көлемінен. Россия. Ресей. Әлемдегі ең кішкентай мемлекет? Ватикан. Ватикан. Ең үлкен мұхит қалай аталады? Үнді мұхиты. Тынық мұхиты. Әлемдегі ең биік тау шыңы? Эверест. Эверест. Африкадағы ең үлкен шөл? Ніл. Сахара. Ніл емес, шөл десем. Ніл өзені қай материкте? Еуразия. Африка. Экватор неше градус? Экватор неше градус? 1000. 0. Арал дегеніміз не? Арал деген Арал теңізі. Барлық жағынан сумен қоршалған жер. Арал деген Арал теңізі. Бізде Ерқұт 15 сұрақтың 2, 3, 4, 5, 6, 16-сына дұрыс жауап бермейді. 7 сұраққа дұрыс жауап беріпті.
Нормально, 15-тен нормально. 7 Да, қоямын. өзің 140-тың жартысына келіп тұрсың, сен шамаласпай тұрсың. Дайын ба? Сізге келесі сұрақтар дайын болыңыз, блиц сұрақтар. Иә, жаңағындай. Мам, жазбаймын құдай естімеймін. Иә. Мен де сол шамалас, нормально. Қатты уайымдама. 2, 1. Жер күнді толық неше уақытта айналып шығады? 365. Дұрыс. Қазақстан аумағы бойынша әлемде нешінші орында? 9. Әлемдегі ең терең нүкте қалай аталады? Нүкте? Мариана Мариана шұңғымасы. Қазақстанда ең ұзын өзен. Қазақстанда ең ұзын өзен ба? Жайық өзен. Ертіс. Қазақстанда ең төмен орналасқан жер. Ең төмен орналасқан Райымбек. Қарақия бойынша әлемдегі ең үлкен көл. Әлемдегі ең үлкен көл Каспий теңізі. Ең кіші мұхит. Ең кіші мұхит Каспий ғой. Солтүстік мұзды мұхит. Амазонка қай материкте? Женский. Оңтүстік Америкада. Еуропа мен Азия бірге қалай аталады? Евразия. Еуразия. Әлемдегі ең ұзын тау жүйесі. Жынысы? Анд таулары. Қазақстанның ең биік шыңы. Ең биік шыңы ол Қазақстанда Гималай. Хан Тәңірі. Ең ыстық материк. Ең ыстық материк. Не ғой шөл? Ең ыстық материк. Сахара. Африка. Халық ең көп мемлекет. Халық ең көп мемлекет Қытай. Үндістан. Уақыт. Еба, екеумізге ашық атыспау керек. Мына кесіп тау керек болды. 11-ші сыныпта. 10-дан бітіру керек қой. Біріншіден бұл жерде 15 сұрақ қойылып үлгермеді. 13 сұрақ қалды. Екі сұрақты былайынша қойсаңыз біле ме білмей ме? Екі сұрақ қалды. Ең суық материк. Ең суық материк. Не ғой? Антарктида. Дұрыс, Антарктида. Жауапқа қабылдайық, иә? Қабылдай. Жете алмайды ойында. Оңтүстік Америкадаға ең ірі өзен. Оңтүстік Америкада Амазонка. Амазонка өзені. Маған бір есептесін енді. Үйчен өзен қосып алатын. Саналмасын, лучше саналмай-ақ қойсын екеуі. Өйше асып кетейін деп тұрын. Так, сіз 13 сұрақ қойылды. 13 сұрақ нешен жауап бердің деп ойлайсыз? Бесеуіне. Үшеуіне жауап беріпсіз. Жер күнді 365 күнде айналады дегенсіз. Қазақстан 9-шы орында, және Еуропа мен Азия бірге Еуразия деп аталады деп. Еще дұрыс айта алмай қалған. Ефрафия деп ғой. Сонымен соңғы 11-ші сынып бойынша бізде Ерқұт жеңіске жетті. Бірақ қуанатындай жеңіс емес соныкі десе. Ұттым, мама. Мама, келатырым жеңістен. Есеп 7-де 8 болды. Ерқұт саған рахмет, оқушыларды жақындатып қойдың. Қабдол, сізге рахмет көп-көп. Сіздерге де бағдарлама келгеніңізге. Ойдағыдай болды ма барлығы? Өте. Мен жаңа көп информациялар біліп алдым біріншіден. Екіншіден өзінің қателігінің көп екенін де біліп алдым. Көп қателеседі екенін де. Үшіншіден 10 класстан кеткенін дұрыс екенін біліп алдым. Қай тапсырма ұнады сізге көбірек? Қай сынып па? Иә, қай сыныптың тапсырмасы? Соңғы 11-ші сынып. Сосын жаңағы 6 ма 7 ма орысша. Иә, 8-ші сыныпта. Өзіңіздің оң жан басыңызға келетін пән ғой, орыс тілі дейтін оңай шығар. Оңай емес енді бірақ. Бір мектепке сапар шегіп қайттық, иә? Күшті болды. Рахмет сіздерге. Рахмет. Енді біз дәстүр бойынша сізге диплом табыстаймыз. Біздің ұжым атынан. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігіне ешқандай қатысы жоқ. 45 минут жобасы аясында бағдарламаның құрметті қонағы болып, білімі 9-шы сынып деңгейіне сай деп танылған Қабдол Тілеков арнайы дипломмен марапатталды. Әдемі. Келісесіз ғой, иә? Келсем. Әдемі, рахмет. Осы фон қайта-қайта жүре береді, диплом алғанда. Қуаныңыздар, Қабдолдың ата-анасы, бауырлары Қабдол мектепті орта деңгейде аяқтап шықты деуге болады. Рахмет сізге келгеніңізге. Құрметті көрермендер, арнаға лайк басып тіркеліп, пікір қалдырыңыздар. Қабдолдың біліміне не жазғыларыңыз келеді? Мархабат осы жерде.